Қазіргі кезде трак-стапта тоқтап тұрмын. Осындай жерлерде көп трак-стаптарда, жалпы трак тоқтайтын жерлерде специально гараждар болады. Дөңгелек ауыстыру, май ауыстыру, андай кішкене шағын ремонттар жүргізеді. Матфлав, андай бризговиктарды ауыстыру деген сияқты неше түрлі шағын айтқанда жұмыстар жасатып алуға болады. Бұлардың зарплатасы менің ойымша примерно сағатына $10-15 алады. Егерде мотор, стук шығып, неше түрлі жағдайлар болып жатса, онда специально сол компанияға барасыздар. Volvo болатын болса, Volvo дистрибьютор центрға барып, сондай арнайы жерлерде жөндетесіздер. Мынандай жерлерде мотордың ішін ашып жөндемейді. Көбінесе чисто май ауыстыру, дөңгелек ауыстыру, лампочка, терезе деген сияқты сондай шағын жұмыстар жүргізіледі. Ал жаңағыдай мотор ауыстыру керек болатын болса, онда сол трактың компаниясына бару керек. Mercedes болатын болса, Mercedes'тің компаниясына, Volvo болатын болса, Volvo, Freightliner деген сияқты үлкен компанияларға бару керек. Міне мына американский трак классика. Сол қазір уақытта груз күтіп отырмын. Мына жерде заправка, T деген трак-стап. Ішінде неше түрлі фастфуд, быстрое питание, керек заттардың көбін табуға болады. Мына жерлерде машинаға керек, тракқа керек заттар, клей, кілт, лампочка, ремень деген сияқты неше түрлі заттар. Мына жерде тоже көп заправкалерде всегда аптечка болады. Бас дәрісі, жөтелге арналған витаминдар бәрі болады. Мына жерде шағын буфет, типа бесплатный кофе бар, мына жерде сок, напитки, мына жерде бәрі бесплатный. Тұз, сүт, мына жерде тоже готовый тамақтар. Мынандай машиналар жалпы айтқанда трак-сервис деген жолда тұрып қалған жағдайда осыларды звондап шақырсаңыздар болады. Ценасы примерно $500-1000-2000 шейін барады. Дөңгелек жарылып қалса, машинамен бір нәрсе болып қалатын болса, осылар келіп жөндеп береді, осындай машинамен келіп. Бірақ менде ондай ситуация болған жоқ. Болды жалпы дөңгелектер жарылған, бірақ мен неге шейін барып жүрдім көбінесе трак-стапқа шейін. Қазір тракты жууға келдім, очередь күтіп тұр. Мына тракты примерно прицептің ішін 10 минутта жуып тастады. Или 7 минутта, я. Трак жууға кіріп келе жатырмын. Офис төлейтін $49 шықты. Трак қазір примерно 5 минутта дайын болады деп ойлаймын. Қазір уақытта трак-стаптағы тамақ ішетін жерге келдім. Осындай примерно тамақ ішетін жер. Қазір chicken суп заказ беруге дайындалып жатырмын.
Қазір Рестарияға келдім, тоже демалатын жер. Туалет, там жуынуға болады, бәрі бесплатно. И мына жерде неше түрлі каждый штаттың Рестарияларында там карта, қай жерге бару керек, там қай жерде туристік жер бар, курорт бар, гостиница, барлық информациялар тұрады осындай жерлерде. Мен ресторандардың рекламасын тоже көрсетіп қойған. Ар жақ женский туалет, мына жақ мужской туалет. Мына жер қазір карантинге байланысты жабық. И осындай сувенирлар сатылып жатыр. Там чипсы, кофе, сэндвич, там сок, мына жақта су. Ана жерде отырып тамақ ішсеңге болады, ана жерде телефон зарядкілеуге болады жалпы. Мына жерде тракпен тоқтаймыз, сосын демаламыз. И плюс далада да осындай тамақ ішетін, балалар ойнайтын, ит қыдыртатын алаңдар бар. Қазір мен Вирджинияда жүрмін. Қазір январ айы, күн жылы. Мен трагым, міне қазір Амазонда тасып бара жатырмын. Амазонның триллерін тасып жүрмін. Алда уақытта тоже жұмыстан шығайын деп жатырмын. Может, бір айдың ішінде басқа жұмысқа шығам, құдай қаласа. Бірақ тоже амазонский. Мынандай тоже трактарды сидел керек емес, мынандай трак айдауға. Мынандайға обычный права бола береді, там американский права керек, обычный.